Қайырлы күн. Бүгін сіздерге Көкшетау қалалық жастар ресурстық орталығының немен айналысатынын, жалпы қандай орталық, қандай адамдармен жұмыс жасайтынын бүгін айтып өтетін боламыз. Жалпы Көкшетау қалалық жастар ресурстық орталығы штатта 18 қызметкерден тұратын жастармен жұмыс жасайтын орталық. Жалпы орталығымыз жастармен әлеуметтік немесе олардың жеке басындағы қабілеттерді дамытуға, олардың қоғаммен байланысына, оларды жұмысқа орналастыру болсын, әртүрлі бағыттарды қамтитын жұмыстармен айналысады. Жалпы жастар ресурстық орталығы қазіргі таңда 12 жастар ұйымымен жұмыс жасайды. Атап айтатын болсақ, Қазақстан студенттер альянсы, Ақмола облыстық филиалы, Зияткер пікірсайыс клубы, Ақмола облыстық пікірсайыс клубы бар, Думан педагогикалық отряды және Феникс, есірткісіз болашақ секілді әртүрлі бағытта жұмыс жасайтын жастар ұйымдармен бірге қазіргі таңда жұмыс жасап жатырмыз. Бұл жастармен жұмыс жасау біз үшін өте маңызды. Біздің штатта мүмкін біреу білет, біреу білмейді, психолог және теолог мамандықтары бойынша жұмыс жасайтын азаматтар бар. Және олар қазіргі таңда өте белсенді түрде жұмыс жасап жатыр. Себебі өздеріңіз білесіздер, жастар арасында осы уақытта лудомания, есірткі секілді әртүрлі зиянды қоғамның былай айтқанда дертіне айналған дүниелер толып жатыр, көбейіп бара жатыр жылдан жылға. Осы мәселелердің алдын алу үшін біздің орталығымызда өзінің үлесін қосып жатыр. Қазіргі таңда Көкшетау қаласындағы жоғары және орта оқу орындарына барып, біздің психологтарымыз, теологтарымыз өздерінің тренингтерін өткізеді, олармен жұмыс жасайды және біздің психологымыздың беретін консультациясы ол студенттер үшін, әрқашан жастар үшін тегін. Осы уақытқа дейін 80-ге жуық іс-шара өткізілді студенттермен. Әр жылдың басынан бастап жоғары оқу орындары мен орта оқу орындарының барлығына бізде тренингтер өткізіледі, кездесулер өткізеді және біз жылдың соңына дейін барлығын қамтып шығуға тырысамыз. Және одан бөлек біздің жастар орталығында НИТ санатындағы жастармен жұмыс жасау қарқынды дамыған. Осы уақытқа дейін біз 85 түрлі іс-шара өткізсек, 12 мың жасқа тегін консультация бердік, кеңес бердік, оларды жұмыспен орналастыру, банктармен қаламыздағы жұмыссыз жастар санын азайтуға өзіміздің ықпалымызды тигізіп жатырмыз. Және ол орталық, ол бөлім бізде күнделікті жұмыс жасайды және әрдайым байланыста студенттермен болсын, жастармен болсын, әрдайым байланыста отырады. Жалпы бізде жастармен жұмыс жасау бойынша қаладағы әртүрлі іс-шараларды ұйымдастырумен айналысамыз. Атап өткен 12 ұйым бар, студенттік, қазір білесіздер, жастармен жұмыс жасау департаменті бар, комитеті бар, әртүрлі жоғары оқу орындарымен бірге, колледждармен бірге тығыз байланыстамыз жастармен жұмыс жасау орталығымен. Солар арқылы біз студенттердің жақсы бағытта, яғни өздерінің студенттік уақыттарын қызықты әрі пайдалы өткізуіне атсалысамыз. Волонтерлық бағытта біз өте көп іс-шаралар ұйымдастырдық. Мектепке жол акциясы бар. Әр жылы біз мектепке әлеуметтік тұрмысы кішкене нашар отбасынан шыққан балаларға біз мектеп сөмкелерін дайындаймыз. Сол арқылы оларды мектепке жол бағдарламасы жобасы арқылы оларды да кішігірім қуантамыз. Және бізде қарттарға арналған көп деген іс-шараларымыз бар, жобаларымыз бар. Біз әр жылы кемі 10 рет біз қарттарымызға, жалғыз басты аналарымызға азық-түлік таратамыз, олардың үй шаруасына көмектесеміз. Осының барлығын біз жастар арқылы жасаймыз. Яғни жастарды сондай жұмыстарға баулу арқылы біз қарттарға да көмектесеміз, балалардың бойына да тек қана физикалық түрде еңбекке баулып қана қоймай, моральдық тұрғыдан да олардың ой-өрісіне кішкене болса да әсерімізді тигізуге тырысамыз. Сол жыл бойы жасалған жұмыстардан бізде жыл волонтері деген номинация бар. Әр жылы солай волонтерлық жұмыста жүрген, өте белсенді жастардың арасында осындай бір кішігірім мотивациялық номинация ойлап тапқан болатынбыз. Әр жылы ол іске асады. Атап өткенде біз жоғары оқу орындары мен колледж студенттерімен тығыз байланыстамыз. Солардың арасында КДМ Life деген бізде әр жылы дәстүрге айналған өзіміздің жобамыз бар. КДМ Life ол әр оқу орнындағы жастармен жұмыс жасау комитеті немесе жастар департаменті бар. Солардың арасындағы
үздік КТМдарды біз анықтаймыз. Ол дегеніміз тек бәсекелестік қана емес, жыл бойы олардың жұмысын арттыруға, олар бәсекелесе отырып, қаланың жастарының былай айтқанда ахуалын арттыруына өте қатты ықпалын тигізеді. Және ол біздің де көңілімізді өте қатты қуантады. Жалпы жастармен жұмыс жасаған кезде біз тек қана тазалық, субботниктер немесе жай бард кештерін ғана өткізбейміз. Біздің іс-шараларды өткізудегі мақсатымыз жастардың бойында қазақилықты дәріптеу. Яғни біз осы мәселеге өте қатты көңіл бөлеміз. Жастардың арасында ұлттық спорт болсын, ұлттық киім үлгілері болсын, немесе ұлттық әндердің, бұрынғы ескі әндердің ешқайсысын ұмыт қалуына жол бермеу мақсатында біз әр жобамызды қазақи нақышта өткізуге тырысамыз. Жалпы біздің жасайтын жұмыстарымыздың тек қана Көкшетау қаласында бір іс-шара немесе ойын күлкі жасау емес. Өздеріңіз жаңа естігендей психологиялық тұрғыдан, физикалық тұрғыдан, ұлттық құндылықтар болсын, барлығын бір бағытта алып жүрге тырысамыз. Сондықтан барлықтарыңызды біздің орталығымызға шақырамыз, бізбен жұмыс істеуге шақырамыз. Жалпы біз 14 пен 35 жас аралығында жастармен толықтай жұмыс жасаймыз, тек қана студенттермен емес. Сондықтан өздеріңіздің жастық шақтарыңызды пайдалы, қызықты және қоғамға пайдалы өткізгілеріңіз келсе, онда біздің орталығымыздың есігі сіздерге әрқашан ашық, бірге жұмыс жасайық.